Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Plus 9 кітабы бойынша 9 сынып оқушыларына арналған 3-ші тоқсан бойынша ТЖБ жұмысының жасалу жолымен және жауаптарымен танысып боламыз. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Now let's begin our lesson. The first test is listening. Бірінші тапсырма тыңдалым. Read and listen to the text. Complete the sentences with the names of the people. Сіздерге мәтінді оқы немесе тыңда дейді, және де мәтінді тыңдап отырып, сіздер мына төмендегі берілген сөйлемдер қай адам туралы екенін тауып, адамдардың атын жазуларыңыз керек. For example, мысалы, the first, Қуаныш went to a wedding about a month ago. Қуаныш бір ай бұрын үйлену тойына барды. Next, Айсұлу. Айсұлу gives advice about what to do and what not to do at the wedding. Айсұлу үйлену тойында не істеу керек және не істемеу керек екені туралы кеңес берді. The third, Зухра gives information about the order of events at the main wedding. Зухра үйлену тойындағы болып жатқан іс-әрекеттердің реті туралы мәлімет берді. The fourth, Айсұлу has been to a lot of weddings. Айсұлу көптеген үйлену тойларында болған. The fifth, Сепхан is going to a wedding at the weekend. Сепхан осы демалыс күндері үйлену тойына барайын деп жатыр. The sixth, Қуаныш describes the clothes the bride wears. Қуаныш, невеста дейміз ғой біз. Невестаның киімі туралы киімін сипаттап берді. Now, next test is reading. Екінші тапсырма оқылым. Read the text and add the sentences. Write A to E in the spaces in the text. Яғни сіздерге тапсырма бұл жерде мына мәтінді жоғарыдағы A, B, C, D, E 5 сөйлеммен толықтыруларыңыз қажет. Мына бос орынға тиісті әріптер жазамыз әр сөйлемнің. For example, барлық сөйлемді сіздермен барлық мәтінді оқып аударып уақыт кетірмей ақ қояйық, бірден мәтінді толықтыратын болсақ. The first, мына жерге бос орынға сіздер A бірінші сөйлемді жазасыздар. It has more than 27 million visitors spending over 770 million a year. Next, екінші бізде D. Мына сөйлемді түсіп қалған екен. But later on it's quieter. The third E. Үшінші бос орынға E. But if we've got a big cup match and we play, we will rock with you, then we'll cup. Next, the fourth B. I just turn on the radio and listen to whatever comes. And the fifth C. You don't want to play rock music and get them even more worked up. Now, және де бұл оқылым бойынша, рейтинг бойынша сіздерге мына төмендегі сұраққа жауап беруіңіз қажет. When do they play relaxing music in the Blue Water shopping center? Олар Blue Water сауда орталығында қандай демалдыратын музыка ойнады? Қашан ойнады? When the shopping center is getting busy. Яғни бұл сауда орталығы толған кезде олар сондай осы музыканы ойнайды екен. Now, next task is writing. Келесі тапсырма бізде жазылым. In each of the following sentences, a pronoun has been highlighted. What type of pronouns is it? Write a letter next to each statement. Яғни мына әр сөйлемде не берілген дейді? Есімдіктер жыны шіріппен берілген дейді. Яғни бұл жерде сіздер жыны шіріппен көріп тұрған жоқпын, бірақ сонда да жауаптары қандай болады? Сіздерге мына есімдік қандай есімдіктің түрі екенін табуларыңыз қажет. Және де бос орынға A, B, C, D, яғни дұрыс вариантты жазуымыз керек. Және де мен сіздерге байқасам, мына жерде 2-1 кетіп қапты, яғни 1-1 деп екі рет жазған. Негізі былай болады.
тура осы сандармен жаздым мен сіздер шатаспау үшін. Let's contact one another once we've made some progress. Яғни бұл жерде F reciprocal. Next, she wants to do it herself. Herself бізде B. Reflexive. Next, the second, I can't find them. Them дегеніміз бұл бізде C. Possessive pronoun. I can't believe it's finally ours. Ours дегенде біздікі дегенде бұл да possessive pronouns. Next, the first, the girl who usually cuts my hair hasn't won the lottery. The fourth is E in the indefinite. And the fifth, he wants to go to the Scarborough. The fifth, A personal, and Jim give me the last copy. And бұл да бізде A personal pronoun болып табылады. Now, next task is speaking. Келесі тапсырма айтылым. Айтылымда сіздерге мына төмендегі берілген 4 картаның ішіне біреуін таңдап, сол сұрақтарға 2-3 минутта жауап берулеріңіз қажет. Яғни мен бұл жерде әр картаға жеке-жеке тоқталдым. Мысалы, how often do you watch films? Қаншалықты жиі фильм көресіз? I watch films occasionally, maybe once or twice a week. Мен фильмді анда-санда аптасына 1-2 рет көремін деп. What genre do you prefer? Сіз қандай жанрды таңдайсыз? I prefer watching comedy and action films. Мен комедиялық немесе action фильмдерді көргенді ұнатамын дейді. And what's your favorite film? Сіздің сүйікті фильміңіз. My favorite film is деп мына жерге бос орын қалдырып кеттім. Яғни менің сүйікті фильмім деп бос орынға сіздер өзіңіз сүйікті фильмнің атауын жазасыздар. How have films changed over the years? Яғни осы жылдары фильм қалай өзгерді? Films have changed a lot over the years with advancements in technology, storytelling, techniques and special effects. Яғни технологиядағы сюжетті баяндау әдістерінің және де арнайы эффектілерінің жетістігімен фильмдер жылдан жылға дамып өзгеріп жатыр. Now next, бұл бізде бірінші карта. Екінші, do you like listening to music or on a regular basis? Саған үнемі жаңағы музыка тыңдаған ұнайды ма? I love listening to music regularly. It's a big part of my daily routine. Яғни маған регулярно осы музыканы тыңдаған ұнайды. Үнемі тыңдаған жақсы көремін. Ол менің күнделікті жұмысының үлкен бөлігі дейді. Next, the second, what kind of songs or music do you like listening? Саған музыканы тыңдаудың қандай түрі ұнайды? I enjoy listening to the variety of music, but I particularly love pop and rock music. Мен әртүрлі музыкалардың тыңдағанды ұнатамын, бірақ әсіресе поп және де рок музыкасын жақсы көремін. Next, the third, where do you think people enjoy listening to music the most? Яғни қай жерде, адамдар қай жерде музыка тыңдағанды жаңағы жақсы көреді, рахаттанады. I think people enjoy listening to music the most at concerts and music festivals. Мен ойымша адамдар концерт немесе музыкалық фестивальдарда музыка тыңдағанды ұнатады. And the fourth, do you think music is getting better as time goes on? Сен қалай ойлайсың, уақыт өткен сайын музыка жақсарып жатыр ма? Music is subjective, but I think it's constantly evolving and there always great music being produced. Музыка бұл субъективті, бірақ яғни субъективті емес, әркімнің өзінің бір сүйікті музыкасы бар. Бірақ менің ойымша ол үнемі дамып отырады және де әрқашан керемет музыка шығарыла береді. Now, the card 3, үшінші карта, what music do you enjoy listening to? Саған сен қандай музыканы тыңдағаннан демаласың? I enjoy listening to pop and hip-hop music. Pop және де hip-hop музыкасын тыңдағанды ұнатамын дейміз. The second, where do people usually enjoy listening to music? Адамдар музыка тыңдағанды әдетте қайда тыңдағанды ұнатады? People usually enjoy listening to music at concerts, in a car or at home. Яғни адамдар әдетте концерттерде, көлікте немесе үйде музыка тыңдағанды ұнатады. The
Third, is foreign music or music from your country more popular with people of your age? Яғни сенің жасыңдағы адамдарға шетелдік музыка немесе өзіңнің еліңнің музыкасы адамдардың ортасында танымал ма? Music from my country is more popular with people of my age because it's more relatable and reflects our culture. Менің елімнің музыкасы менің жасымдағы адамдарға көбірек ұнайды, өйткені ол салыстырмалы және біздің мәдениетімізді көрсетеді. Next, the fourth, what do you think the effect of more music in schools would be? Сен қалай ойлайсың дейді, музыка сенің мектебіңе қалай әсер етеді? I think more music in schools would have positive effects on students' creativity, emotional expression, and overall well-being. Мектептерде музыканың көбірек болуы бұл оқушылардың шығармашылығына, эмоционалды жағынан және де жалпы әл-ауқатына жақсы әсер етеді деп ойлаймын дейді. Next, cut 4. Төртінші карта. How many languages do you speak? Сен қанша тілде сөйлей аласың? Мен бұл жерде I speak 2 languages fluently. Мен 2 тілде еркін сөйлеймін деп жаздым. Егер де 3 тіл болса, сіздер 3 тіл деп жазыңыздар. Next. The second. Should people learn foreign languages? Why not? Адамдар басқа тілді үйрену керек пе? Егер иә болса, не үшін, жоқ болса, не үшін жоқ? Yes, people should learn foreign languages because it opens up opportunities for travel, career advancement, and cultural understanding. Иә, адамдар шет тілдерін үйрену керек, өйткені бұл саяхатқа, мансаптық өсуге және де мәдени түсінуге мүмкіндік ашады. Next, the third. Do you think that all children should learn foreign languages at school? Сен қалай ойлайсың, мектептегі барлық балалар шет тілін үйрену керек па? I think it's beneficial for children to learn foreign languages at school to broaden their horizons and adapt to other globalized world. Балалардың ой-өрісін кеңейтіп, жаһандану әлеміне бейімделу үшін мектепте шет тілдерін меңгергені тиімді деп ойлаймын дейді. Next, why do some people have more difficulties than others while learning a language? Сен қалай ойлайсың, не үшін кейбір адамдарға шет тілін үйрену қиын? Some people have difficulties learning a language due to factors like age, motivation, and learning style. Кейбір адамдарға бұл жас, мотивация және де оқу стилі сияқты факторларға байланысты тілді үйренуге қиындықтарға тап болады деген сияқты жауап берсеңіздер болады. Осымен біз 3-ші тоқсан бойынша 3-ші тоқсанға арналған кезекті ТЖП жұмысының жасалу жолымен таныс болдық. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достармен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.